Сәлем достар, бүгін жұқа, жұп-жұмсақ, ажурная, жыртылмайтын блины дайындайтын боламын. Сіздер де дайындап көріңіздер, термомикспен тіпті де оңай. Ол үшін бізге ұн, қант, сүт, менде амиран сүті, жұмыртқа, шемішке май, қопсытқыш қажет болады. Ең бірінші термомикс чашысына сүт құямыз. Әрі қарай ыстық су. Қалаған мөлшеріңізде қант. Жұмыртқа, егер ірі болса 4 дана, майдалау болса 5 дана. Ұн. Қопсытқыш. Май. Қақпағын жауып, 30 секунд 5-ші жылдамдықта айналдырамыз. Дайын болды. Табақ қызамын дегенше 5 минут демалдырсақ болады. Сосын 5 секунд 5-ші жылдамдықта тағы да араластырып алсақ болады. Қызып тұрған табаға осылай біртіндеп қуырып аламыз. Әр қуырған сайын сковороданы майлап отқаныңыз абзал болады. Сонда блинымыз жабыспайтын болады. Дайын болған блинылардың арасында майлап отсаңыз болады, бір-біріне жабыспау үшін. Кез келген таңғы асыңызды сәндеп жіберетін блинылар дайын болды. Менде 27 дана шықты. Қаймақ, джем, кез келген жеміс-жидекпен сәндеп жіберсеңіз болады. Ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.